сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін ананастың адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Ананас жылу сүйгіш, жарық сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Ананастың жемісі өте дәмді әрі пайдалы. Ананас шырынындағы ферменттер ас қорыту барысында пайдасын тигізеді. Құрамындағы ферменттердің атқаратын қызметі трипсин ферментіне өте ұқсас келеді. Диеталық қасиеттері де бар. Ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минералды заттар бар. Ананастың құрамындағы минералды заттар калий, темір, мыс, мырыш, марганец, кальций және йод. Ананас жемісін жеген кезде ол піскен болу керек. Піспеген жеміс ерін мен ауыз қуысын зақымдайды. Ананас әлемдегі ең пайдалы жемістердің бірі. Оның шырынының адам денсаулығына пайдасы мол. Бүгін сіздерге бұл тропикалық жемістің пайдасы туралы айтамын. Иммунитетіңізді көтереді. Ананас шырынының құрамында дәрумендер мен органикалық қышқылдар көп. Олар ағзаның әлсіреуінен және әртүрлі аурулардан құтқарады. Көздің көруін жақсартады. Құрамында бета-каротин мен А дәрумені бар тағамдардың көзге пайдасы көп екені бәріңізге мәлім. Тіпті қартайғанда да көру қабілетіңіз бұзылмайды. Қызыл иек пен тісті қатайтады. Сонымен қатар ананаста қызыл иек пен тісіңізді қатайтатын С дәрумені бар. Ол парадонтоз ауруынан аман сақтайды. Буын ауруларына көмектеседі. Егер буындарыңыз ауырып жүрсе, ас мәзіріңізге ананасты қосыңыз. Өйткені оның құрамында бромелайн ферменті бар. Жүрегіңізге де пайдалы. Жүрек қан тамыры ауруларын алдын алу үшін анда-санда болса да ананас жеп тұрыңыз. Қан қысымын төмендетеді. Бұл жемісте калий бар. Ол гипертонияға қарсы күреседі. Ағзадағы ас қорыту жүйесінде ақаулар пайда болса, бір стакан ананас шырынын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал. Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырынын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ол еттің оңай қорытылуына көмектеседі. Сүйектеріңізді қатайтады. Ананас сіздің сүйектеріңізді қатайтады. Себебі онда марганец пен кальцийде көптеп кездеседі. Бір стакан шырынның өзінде 73% марганец бар. Ол күнделікті мөлшерге жеткілікті. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметі бір қалыпты жұмыс істеу үшін ананас шырынын ішіңіз. Қазіргі таңда көптеген зерттеуші дәрігер мамандар ананастың құрамындағы ферменттер көмегімен қатерлі ісік ауруларын емдеу тиімділігінің арттыру мақсатында жұмыстар жасауда. Ананасты тұрақты түрде қорек етудің пайдасы онкологиялық аурулардың алдын ала ескертуге керемет әдіс ретінде саналады. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымда сіздерге қажетті көптеген ақпараттар бар.